жатсаңдар, шыға қойыңдар серуендеріңе. Мен үйдің тірлігімен айналыса берейін. Шаруалар көп бүгін жасайтын да, демалыс күні бүкіл шаруаны істеуіміз керек. Шайларыңды ішіп алыңдар да, далаға шығыңдар атаңменен бірге. Жақсы балам, бүгін көктемнің керемет күн екен. Серуендесек серуендеп қайтайықшы. Достар, сендер білесіңдер ме? Менің атам әр демалысымды керемет өткізеді. Өткен жолы ойын орталығына барды. Ал енді кітап әлеміне барамыз. Ал ол жерде кітап түрлері өте көп екен. Маған ертегі кітаптар ұнайды. Түрлі түсті жолдандар ұнайды. Мен осы кітапты таңдадым. Ал менің атамның таңдауы қалалық газет болды. Кітапханадан шығар жолдан атам сатушы апайдан көшет сатып алды. Біздің серуен саябақта жалғасты. Балам-ау, бүгінгі серуеніміз саябақпен жалғасты ғой. Қазақта айтады ғой, бір тал кессең 10 тал ек деп. Сол талымызды осы жерге естелік қылып егіп кетейік. Міне достар, атам екеуміз көшет отырғыздық. Әр демалыс күнімде талғат күтімін жасаймыз. Ал балам, бүгінгі серуеніміз аяқталған шығар, әжеңді күтіп қалған шығар, үйге қайтайық. Жақсы ата, рахмет.